театр лабораториясының дүниеге келуі театрымыздың жас артистерінің сахнаны сағынуынан пайда болды. Бәрімізге белгілі себептерден сахнаны біразымыз көрмей кеттік. Сондықтан олар осы театрдың шымылдығы әлі ашылмаса да театрдың бос-бос кабинеттерінде кішігірім сахналар қойды. Кейін сол сахналардың барлығы жабысып, бірігіп, қосылып бір үлкен туындыға айналды. Ол театрдың аға буын артистеріне көрсетілді. Және сол кезде біздің тарапымыздан бұл ресми лаборатория болсын деген ұсыныс болды. Қазіргі таңда бұл шығармашылық еркіндігі мол шығармашылық алаңы елордамыздағы аналығы жоқ алаң десек болады. Ал бүгінгі алғашқы көрсетілім ол Оралхан Бөкейдің «Ұйқым келмейді» қойылымы. Өзіңіз білетіндей біз бір шама уақытқа карантинге кеттік. Сол кезде жалпы сахнадан суып қалдық. Одан кейін енді жұмысқа ақырын орала бастағанда ой келді. Спектакльдер жүріп жатқан жоқ. Біз тым болмаса Инстаграмға, театрымыздың парақшасына бір монологтар оқып түсіріп салып, сөйтіп кішкене өзімізді сәл оятайық деп сөйтіп шештік те. Балаларға, қыздар, жігіттерге ұсыныс тастадым. Осылай әрқайсымыз бір материал алып білейік, көрейік деп. Сонда мен таңдауым осы «Ұйқым келмейді»ге түсті. Сол кезде сөйтіп бәріміз алып кеп, содан Бәзіл Сұлтанғазы бұдан бір үлкен спектакль көріп, үлкен деп енді ауыз толтырып айтуға келем, оны көрермен біледі. Сөйтіп бірігіп, бір әңгіменің аясында спектакль жұмысын бастап кеттік. 3 айдай уақыт дайындалды деп айтсам болады. Арасында тағы да бір карантиндер азын көпті. Сөйтіп негізі бәрін қысқартып алып қарасақ, 3 ай дайындалды деп ойлаймын. Өзіміз түнде қалып, жұмыстан бөлек, жұмысқа кедергі келтірген жоқ. Театрның негізгі жұмысына сөйтіп лаборатория болып, міне көрерменге ұсынып жатырмыз. Бір дәуірдің тілі башқа, астар еді. Бәрімізде өмір жолын бастар. Жалпы «Ұйқым келмейді» спектаклі бірігуден туындаған спектакль деп айта аламын. Бұл спектакльдің, білмеймін, мен үшін ерекшелігі, бұл спектакльдің процесі тоқтамайды. Бұл 1 жыл жүрсе де, 2 жыл жүрсе де, жалпы репертуардан түскенше бұл спектакльдің процесі тоқтамайды деген ойдамын. «Ұйқым келмейді» не жайлы? Ол кәдімгі бәріміздің басымыздан өткен алғашқы махаббат. Сол махаббатқа деген әр адамның басында ол әртүрлі өтеді. Және Оралхан Бөкейдің жақсы көру махаббат па деп қойған сұрағына бізде осы балалармен жауап іздеуге тырыстық. Ал оған жауап бере алдық па, бере алмадық па, оны келген көрермен өзі біле жатар. Ал жалпы көрерменмен бірге іздейміз, сол сұраққа жауапты солармен ақылдасамыз, ойларын білеміз. Көңілді. Басын істейма сені? Біз өтіп кеттік қой. Біздің спектакльге келіңіздер, көріңіздер, осындай бір әдемі, таза сезімдердің куәсі болыңыздар.